Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Так, бүгін бізде спиралды динамика. Кішкене мағлұмат беріп жіберейін. Интернетте бар, орыс тілде бар, бірақ орыс тілдің өзінде де информация өте аз. Енді дамып келе жатқан система бұл. Бірақ бұл система өмірдің қалай қалыптасатынын барлығын өте жақсы, өте нақты түсіндіреді. Итак, спиралды динамиканы Клэр Грейвс деген американдық психолог 70-ші жылдары ашқан. Бұл система тек адамның даму барысын ғана емес, даму процесін, сонымен қатар елдің даму процесін, сонымен қатар компаниялар түрлі оның даму процесі де осы спиралды динамика арқылы түсіндіріледі. Спиральная динамика бұл өзінің әр кезеңі, бұл даму кезеңі. Адам өзінің өмірінің ішінде осы әр кезеңнен өтуі мүмкін. Ол бір жағы айтатын. Екінші момент атап өтетін адамдардың өзінің тұлғалық типі спиралды динамиканың бір кезеңіне сәйкес келуі мүмкін. Яғни адам туылған кезде сондай тұлғалық типпен туылған. И ол сәл өсуі де мүмкін өзінің деңгейінен, өзінің кезеңінен, и өспеуі де мүмкін. Яғни, егер оның тұлғалық типі, мысалы, фиолетовый болса, и оған ұнап тұрса өзінің сол фиолетовый деңгейі, значит, сол уровеньде дамый беру керек, сол уровеньде қала беру керек. Басқа адамның тұлғалық типі, мысалы үшін, оранжевый болуы мүмкін. Яғни, ол сол оранжевый уровеньде қала бергені дұрыс. Итак, бастайық. Біріншісі бұл бежевый уровень. Бежевый не деген сөз бұл? Бежевый уровеньді выживание дейді. Яғни бұл адам тек өзінің тұратын үйін ойлайды, жейтін тамағын ойлайды, мысалы скидкамен, акциямен әр нәрсені алғанды ұнатады. Бежевый уровеньде адам, кез келген адам, біз бәріміз бежевый уровеньде туыламыз. Бежевый уровеньде особо әлі білім жоқ, көзқарас жоқ, қаттамаған адам өзі өмір сүре алмайды. Оны, мысалы, біз кішкентай кезімізде біз бежевыймыз, бізге біздің ата-анамыз көмектеседі, ата-анамыз қасымызда жүреді, ата-анамыз әр нәрсені түсіндіреді, меха барасын осындай болады, былай істесең осындай болады деп өмір үйретеді. Бірақ өскен кезде адам әрі қарай жылжиды. Бежевыйдан кейін фиолетовый уровень болады. Фиолетовый деңгейде адам уже бір өзі өмір сүрмейді. Ол ата-анасының үйінен шығып, мысалы, жар табады өзіне. Екеуі семья құрады, екеуі фиолетовый деңгейді құрады. Жалпы қарайтын болсақ, адам жалғыз бежевый уровеньда ғана дамып тұрмайды кішкентай кезінен. Ол бежевый мен фиолетовый екеуі қоса дамитын процесс, себебі бала семьяның ішінде өседі ғой. И семья бұл фиолетовый уровень, семьяда болу. Яғни бала бежево-фиолетовый деңгейде дамып, өсіп, өніп, сосын өзіне жар тапқан кезде екеуі бірге фиолетовый уровеньде бірге дамып тұрады. Яғни, мысалы, егер үлкен адам, есейген адам, семьясынан шығып, студент болып, жұмыс істеп жүрсе, бірақ әлі жарын таппаса, ол фиолетовый уровеньнен ата-анасымен болған кезде фиолетовый уровеньде болды, әрі қарай жұмыс істеп, бизнес жасап, қатты дамып, агрессивті түрде өзінің меншілдігін доказать етемін, мен істей аламын. Мысалы, кішкентай балдар 3 жасында я могу сам деп, мен өзім істеймін деп айқайлайды ғой, өзінің менмендігін көрсетеді ғой. Сол сияқты бұл да адам, мысалы, жұмыс істеген кезде қызыл деңгейде, спиральды динамиканың қызыл деңгейінде өзінің меншілдігін көрсетеді. Соны қалайда болса доказать етуді іздейді. Яғни бұл жерде успехқа барады адам. Осындай өзінің сәттілігін, өзінің ақшасын, өзінің, мысалы, жұмыстағы деңгейін қазып табады. Не просто қолмен, тісмен қазып табады. То есть он рвется вперед. И қызыл деңгейде, мысалы, криминалды
структуралардың барлығы қызыл деңгейге жатады. Криминалды түрде, мысалы криминалда нені көріп тұрамыз біз? Мафия туралы киноларды қараған кезде олар өзіне успехты не арқылы? Тіс арқылы табады, они вгрызаются, ол жерде выживает сильнейший, бұл жерде күш қатты уважать етіледі. Яғни қызыл уровень бұл күш уровені, бежевый уровень бұл выживание дедік, ал фиолетовый уровень бұл клан. Біздің Қазақстанда 80% адамдар клановый уровеньде өмір сүреді, себебі клан дегеніміз не? Яғни бұл үлкен семья, авторитетті, ең басты авторитет бұл семьяның басшылары. Ақсақалдарға барып совет сұрайды, ақсақалдармен кеңес алады. Бір шешім қабылдау үшін, мысалы, әйел адам обязательно күйеуімен советоваться етеді. Күйеуі семьясымен, ағалармен, мысалы үшін, ата-анасымен советоваться етеді, кеңеседі. Яғни клан решает главную роль. Ең бастысы бұл клан. Сол кланның ішінде, сонымен қатар біздің қазақтар, біз ру болып бөлінеміз, руласпыз. Мысалы, рулас біреуді тапсақ қатты қуанамыз. О, сен де сондай екенсің ғой деп. Сол рулас болған кезде уже біз бір кланбыз деген ой болады. Значит, біз біргеміз. Бізде өзіміздің сондай кішкентай қоғамымыз бар деген сөз. Біз бір-бірімізге керек боламыз деген сөз. Яғни сондай байланыстар құрады, клановый байланыстар құрады. Үшінші уровень, қызыл уровень, бұл криминалды уровень дедік. Не только криминал. Мысалы, адам успехқа үлкен күшпен, сол успехті қазып алғандар да осы қызыл уровеньге жатады. Уровендер, бұл деңгейлер бір-бірімен араласуы мүмкін. Бірақ араласқан кезде бір-бірімен жақын жерде араласады. Мысалы үшін, бежевый фиолетовыймен араласу болуы мүмкін. Фиолетовый қызылмен немесе бежевыймен аралас болуы мүмкін. Мысалы, фиолетовый мен қызылдың араласы бізде өте көп кездеседі. Кландар бірге жұмыс жасап, мысалы, біреуі бір бизнес ашса, кланның ішіндегі мықтысы бизнес ашса, немесе государствода бір должность алып тұрса, завод ашса, ол өзінің кланындағы адамдарын жинайды сол жерге, бәрі бірге істейді. Немесе, мысалы, қызыл уровень алатын болсақ, криминалды структуралар, например, итальяндық мафиялар, олар өте клановый адамдар болатын. Олар бүкіл семья бойы бір бизнес жасайды. Мысалы, сол мафиозный бизнес болса, значит, бәрі бірге. Бүкіл семья мафия болып табылады. Келесі деңгей қызылдан кейін көк. Көк бұл система құрылымы. Яғни не деген сөз бұл? Бұл жерде уже заң жұмыс істей бастайды. Система құрылады. Адамдар өзімен өзі жүрмейді. Олар бір заңға бағынады. Правилалар жұмыс істейді. Например, корпорациялар, біздің өзіміздің еліміз, государствомыз көк уровеньда, сол синий уровеньде. Сонымен қатар түрлі компаниялар сол синий уровеньде. Ол уровеньда вертикальный власть болады, яғни төбедегілер, шешім қабылдайтын адамдар, управлять ететін адамдар, бәрін бақылап жүретіндер, оның астында тағы да адамдар, яғни система бар. Четкий, понятный система. Ол системадан сыртына тыс шықсан, онда сен системадан шығып кетесің. Мысалы, 90-шы жылдары біздің ел қызыл системада еді, криминалды система еді. 90-шы жылдар өте қиын еді. Сосын 2000-шы жылдардан бастап система начала переходить на синий уровень. Уже структура пайда болды. Қызылдарды көкке көшірді. Уже бәрі цивилизованный болды. Мысалы, қызыл уровеньде ондай цивилизованность жоқ. Ол жерде күш қана жеңеді. Ал көкте уже порядок формироваться етеді. Бәрі заңды түрде болу керек. Келесі деңгей көктен кейін бізде оранжевый. Оранжевыйды успех деп атайды, бірақ оранжевый қызылдан айырмашылығы көп.
Қызылда адамның біраз надандығы болуы мүмкін, білімі көп болмауы мүмкін. Қызылда адам на износ жұмыс істейді, яғни ол тоқтамай жұмыс істейді, ананы істейді, әйтеуір бір ақша табудың амалы. Қызылдар қапты жасөспірімдерге ұқсайды. Жасөспірімдер мысалы тез өскісі келеді, мен өзім істеймін, мен өзімді ақша табам, мен өзім істей алам деген энергиясы болады. Сол жасөспірімдер сияқты. Ал көктер уже сәл есейген адамдар, ал оранжевыйлар олар уже предприниматель деңгейі десек болады. Яғни уже ой есейген адамдар. Оранжевыйлар ақша табуды жақсы біледі, қалай табатынын біледі, даже если банкрот болса да, әйтеуір жұмыс табатынын біледі, өз-өзіне сенетін адамдар бұл. Және олар масштабқа барады. Масштабты проекттер жасайды, масштабты реализацияға кіреді. Олардың кругозорлары уже кең болады. Көп нәрсені түсінеді, ненің қайдан пайда болғанын, білім алғанды жақсы көреді, көп оқығанды жақсы көреді. Егер көп оқымаса, то саяхатқа шығып, түрлі адамдармен қарым-қатынасқа түскен маңызды деп санайды. Сондай байланыстар құрады. Оранжевый уровеньде адамдар жан-жақты дами бастайды. Тек қана мысалы қызыл уровеньде адамның бір көзқарасы болса, өте андай резкий адам болса, мынаны істеп, сондай тек алға деген оймен жүрсе, адам всю жизнь қызылда өмір сүре алмайды. Рано или поздно қызылдан шаршайды адам, энергия көп кетеді қызылда. Шаршаған кезде ол көкке өтеді, система құрады, сәл демалу үшін, өзіне сотрудниктер алып, мысалы компаниясына. Ал оранжевыйда адам ондай қатты шаршауға бармайды. Ол уже көбінесе мимен ойлауды іздейді, сондай варианттарды іздейді. Оймен ақша табуды, немесе если ол мысалы өзінің структурасын, өзінің фирмасын, компаниясын тұрақты ете алмаса, білім алады, қалай оны тұрақты ету, табысты қалай тұрақты жасау, қалай табысты үлкейту, қалай мысалы бір кафе емес, 2 кафе ашу, бір магазин емес, 3 точка ашу. Яғни адам бұл уровеньде масштабты ойлайды. Мысалы қызды алатын болса, қыз туралы айтқым келіп тұр. Мысалы салон красоты ашса, бір салон емес, 2-3 салон. Қызыл уровеньде де ол қызда сондай салон болуы мүмкін, бірақ ішкі мотивациясы басқа. Оранжевыйдағы қыз бен қызылдағы қыз. Қызылдағы қыз ол күрестің ішінде. Ол өзімен күреседі ма, өзіне бір нәрсе доказать етуге, басқалармен күреседі ма, сондай ішкі күрес, напряжение болуы мүмкін. Ал оранжевый уровеньде қызда ондай напряжение жоқ. Ол бірақ тура солай жұмыс істеуі мүмкін, көп жұмыс істеп. Сонымен қатар ол алға істейтін планын ойлап жатыр. Ол расслаблениясы бар, ішінде напряжениясы аздау болады. Уже ондай выживание емес, ондай күрес жоқ ішінде. Ол өзінің жұмысын жақсы біледі. Кез келген жерде тура сондай жұмысты істей алатынын біледі, ақша таба алатынын біледі. Мысалы, моданың өзі де әр уровеньде әртүрлі. Яғни мода бұл жерде цветке байланысты емес, типа синий болса синий уровень, қызыл болса қызыл киім. Ондай элементтер болуы мүмкін, бірақ сонда да не совсем про цвет здесь. Бұл жерде нюанстар көп. Оны айта бересің, бір видеоға сыймайды. Сондықтан әр деңгейді коротко, қысқаша сипаттамасын беріп атап өткен дұрыс деп ойлаймын. Ал келесі видеоларда, егер осы видео ұнаса, егер осы видеоның просмотры жақсы болса, мүмкін подробностьтар істейтін шығармын жаңа роликтерде. Итак, оранжевыйды айттық. Оранжевый бұл успех жайлы, жан-жақты даму жайлы. Оранжевый деңгейде адам уже тек бір елде емес, 2 елде істегенді нормально санайды. Ондай қатты қорқыныш болмайды. Қызылда күрес, не үшін күрес? Потому что қорқыныш бар. Артта қалып кетем деген сияқты. Ал оранжевыйда ондай қорқыныш жоқ. Өз-өзіне сенімділік уже
өседі. Например, синийде, көкте системада істейтін адамдар системадан шаршауы мүмкін. Ал оранжевый бұл свобода жайлы, яғни еркіндік жайлы. Адамдар уже еркіндікті жақсы көреді, өзінің графигін істеген, өзінің заңдарын орнатқан жақсы көреді. И оранжевыйдағы адамдардың всегда ақшасы бар. И синийде сол системадан, заңдан шаршаған кезде, мысалы топ-менеджерлер оранжевыйға өтуі мүмкін, свободное плаваниеға шығып, өз бетінше істеуі мүмкін. Бірақ барлығы ондай нәрсеге бармайды, потому что батылы жетпейді. Оранжевыйда батылдық көп болады. Өзіне сенімділік көп болғаннан кейін батылдық та көп. Так, и мен видеоның басында атап өттім, әр адам өзінің тип личности, тұлғалық типі болады. Сондай типпен туылған. Мысалы, даму барысында синий уровеньге жеткен кезде өзінің бір корпорацияда істейтін должности бар, жұмысы бар, мысалы бухгалтер ол или финансист, жақсы айлық алады, жақсы жұмыс істейді. Сол корпорацияда өзінің орнын тапқан адам, оған ұнайды. Правиламен істеген, азында тұрып, кешке қайтып, отпуск алып, командировкаға шығып, түрлі бонустарды жинап, сондай жұмыс ұнайды. Бұл жұмыстың ешқандай жаман жері жоқ. Синий уровеньде өмір бойы өмір сүруге болады. Жақсы, достойный өмір сүруге болады. Егер адам өзінің структурасы, тип личности синий болса, ол өзінің корпорациясын тапса, болды, значит, случилась любовь, все хорошо, сол жерде қалады. Ал егер адамның типажы, тұлғалық типі оранжевый болса, и оранжевый корпорацияда жұмыс істесе, ол ұзақтан уақытта қалмайды. Рано или поздно уақыты келгенде кетеді свободное плаваниеға, потому что оранжевыйлардың ең басты ішкі сезімі ол еркіндікке жету. Ол еркіндікті төлей алатын дәрежеге жету. Яғни еркіндік бұл не просто лежать на диване, да, мне свободно, мне хорошо, у меня нет никаких обязательств, онда емес. Еркіндік бұл үлкен ответственность, жауапкершілік. Еркіндік равно жауапкершілік, потому что сен өзінің еркіндігіне ақша төлеу керексің, еркіндігің болу үшін, возможностьтарың болу керек, ой өрсін дамыған болу керек. Бұның бәрі өзімен өз пайда болмайды. Сол еркіндікке дайын болу керексің, жауапкершілігін мол болу керек. Вот, сондай жетілген адамдар, әйтеуір, то есть тип личности оранжевый болса, өзін жетілдіреді сондай дәрежеге жету үшін адам.